Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен 3 айлық баланың дамуы және сөйлеу ерекшеліктері туралы айтатын боламыз. Бір айдың ішінде сіздің балаңыздың физикалық, психикалық, эмоционалдық дағдылары жетіле береді. Бала басын күннен күнге жақсы ұстайтын болады. Сәби ішімен жатқанда білегін тіреп көтеріп жан-жағына қарай алады. Бала 3-ші айына қарай жұдырығын жазып, қолына сылдырмағын алып, қызығушылық тудырған заттарға созыла бастайды. Бала қолына алған барлық затты аузына салатын болады. Бұл уақытта балалар айналасындағы барлық заттарды аузының көмегімен зерттейді. 3 айға толғанда баланың нақты қандай әрекеттерді жасай алатынына тоқталсақ. Біріншіден, бала етпетімен жатқызғанда басын көтереді. Екіншіден, сіздің бетіңізге қарап күледі, күлімдейді. Дәл осы уақытта баланың сөйлеу тілінде ұзақ былдырлар пайда бола бастайды. Қатты дыбыстарға басын бұрып қарайтын болады. Қолын қозғалтып оған зер салады және қолына түскен барлық ойыншықтарды аузына алып келеді. Анасының даусын бала өте жақсы танитын болады. Өзінің қажеттіліктерін жылау арқылы білдіреді. Қорытындылай келе, енді сіздер 3 айлық баланың ерекшеліктері туралы білетін боласыздар. Егер де сіздерге менің видеом қызықты болса, міндетті түрде менің каналыма жазылыңыздар. Және де видеоға лайк қойып, өз пікірлеріңізді білдірсеңіздер болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.